Құрметті жамағат, құрметті жастар, құрметті бауырлар, міне қасиетті Қадір түнінің аяқталуына жақындап жатырмыз. Құрметті жамағат, бұл түн өте ерекше түн. Бұл түнді мейлінше адам тек Алламен өткізу керек. Байланысын Алла тағаламен жасау керек. Алла разы болсын, міне достар болып кебасыздар, бірақ доспен әңгімелесу, бір-бірімізбен әңгімелесуді ол басқа күндерде орындай аламыз. Бірақ бір сәт Аллаға құлшылық жасайық, құрметті жамағат. Қадір түні деген сүре бар, жамағат. Қадір түні деген сүре бар. Сол сүреде Алла Тағала не дейді? Астағфирулла. Инна анзалнаху фи лайлатил қадр. Ақиқатында қасиетті Құран-ы Кәрімді Қадір түнінде түсірдік дейді Алла Тағала. Сен ол Қадір түнінің қандай түн екенін білесің ба дейді. Ол түн 1000 айдан да хайырлы, 1000 айдан да артық дейді. Ерекшелігі. Ол түнде бүткіл періштелерді Алла Тағала жер бетіне түсіреді дейді. Олардың түсуіндегі мақсаты осы жер бетіне береке, жақсылық алып келу үшін, дұға жасағандардың дұғаларына амин деу үшін түседі. Жебірейіл бастаған періште. Қазақта айтады ғой, періште амин дейсін дейді. Яғни дұғаларды қабыл ету үшін түседі. Ол түн сондай тыныш болады, таңға дейін солай жалғасады деген аят бар. Осы сүре 30 сөзден тұрады екен. 30 сөзден тұрады екен. Қадір сүресі санасаңыздар болады, 30 сөзден тұрады екен. Яғни 30 сөз, оның тәпсірінде 30 күн Рамазан сияқты. Сол 30 сөздің 27-сінде ол түн деген сөз бар. Хия деген сөз, ол, яғни ол түн деген сөз бар. Сол 27-ші кеп тұр екен да. Сонда ғалымдарымыз көп жағдайда Қадір түні 27-сіне сәйкес келеді дегенді де осыменен болжайды екен. Міне Аллаға шүкір, құрметті жамағат, бауырлар, кішкене сабыр етіңіздер. 27-ші ең қасиетті қадірлі түнде тұрмыз. Құрметті жамағат, енді мешітімізге қарап отырсақ, біраз жастар кеп отырсыздар. Алла иншалла қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: «Ла тазалу қадама абдин яумал қиямати хатта юс'ала ан хамсин» дейді. Қиямет қайымда, ақыретте адам баласы ең бірінші сұралады, ол сұрақтардан өтпейінше арғарай ол жылжымайды дейді. Бірінші не дегенде? Ан умрихи фима афнаху. Ең бірінші біз өмірімізден сұралады екенбіз. Немен өткіздік өмірді? Яғни уақыттан сұраламыз. Уақыт деген нәрсе бар, жамағат. Ол уақыт деген нәрсе, ол тек Аллаға ғана бағынады. Аллаға ғана бағынады уақыт. Уақытты тоқтату, жылжыту, артқа жылжыту құзыреті бізде жоқ. Бізде ол нәрсе жоқ екен. Ал уақыт деген нәрсе, ол Аллаға ғана бағынады. Ол адамға беріледі, бірақ ол оған бағынбайды. Ал сол бағынбайтын нәрседен біз сұраламыз. Уақыттан бірінші сұраламыз, жамағат. Көрдіңіздер ма? Сондықтан ең бірінші осы уақыттың қадірін білсек, әр кезеңнің қадірін білсек, өміріміздің қадірін білсек, Алла Тағала өмір берді, тіршілік берді. Сол нәрсені дұрыс өмір сүруге мән беру керек екен. Ең бірінші адам өмірінен сұралады екен. Не істедің?
қандай уақыт бердім, не істедім. Сол үшін міне құрметті жамағат, ең бірінші адам уақыт екен. Уан шабабихи фима аблаху дейді. Және де сол уақыттың ішінде адамның ең көп сұралатын шағы, мысалы адам 70 жыл өмір сүрді дейік, 80 жыл өмір сүрді дейік, соның ең сұралатын уақыты жастық шақ дейді. Жастық шақ екен. Мына жерде көп жастар отырсыздар ғой. Жастық шағымыздан Алланың алдында көп сұраламыз. Ал жастық шақ деген қандай жас? Енді осыны қазақтың несіне тоқталайық, қазақтың түсінігіне тоқталайық. Қазақ не дейді? 13 жаста отау иесі дейді. 13 жаста отау иесі дейді. Демек 13-14 жастан бастап сіздің жастық шағыңыз басталды. Ол мынау өкіметтің 18-16 деген ол кәмелет жас. Бірақ сіздің негізі 13-те отау иесі деген балиғат жасқа келдіңіз ба, жастық шағыңыз басталды. Сол балиғат жастан не істеп жатсыз? Өміріңіз немен өткізіп жатсыз? Интернетпен өткізіп жатсыз ба? Бос әңгімемен өткізіп жүрсіз ба? Жай бір жаңағы арзан дүниелермен өткізіп жатсыз ба? Жоқ, уақытыңызды білімге бөліп жатсыз ба? Жоқ, уақытыңды бір жақсы пайдалы нәрсеге бөліп жатсың ба? Алла тағала осы міне балиғат жастан бастап 13-те отау иесі дейді. Ары қарай қазақта тағы қандай сөз бар? Ердің жасы 50 дейді. Міне, жарайды, 50-ді жас демей қояқ. 40-45-ке дейін жассыз сіз негізінде. Осы кезеңнен сұраласыз. Көбірек Алла тағала осы жерден сұрайды екен. Көрдіңіз ба? Өйткені неге? Өйткені сол кезде сізге Алла тағала бүткіл ресурсты береді. Күште бар, қайратта бар, жүректе бар, барлық нәрсе бар. Көрдіңіз ба? Сондықтан жастық шақты қадірін білу үшін бұл жерде Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге айтып жатыр. Жастық шақтың қадірін білу. 30-да орда бұзбаған, 40-та қамал алмайды деген қазақ осыдан бәленбай ғасыр бұрын айтып тастаған сөз. Оны қазір мынау әр түрлі жаңағы нелер көп қой, мынау коуч дей ма жаңағы, адамға жақсы өмір сүруді үйрететіндер. Солардың өзі айтып жатыр жаңағы. Адам 30 бен 40-ның арасында толық дамып алу керек. 30 бен 40-тың арасында толық жетістігіне жетіп, 40-та ары қарай басқа өмір сүру кезеңіне өту керек деп жатады. Бұны бабаларымыз кезінде айтып қойған. Көрдіңіз ба? 30-да орта бұзбаған, 40-та қамал алмайды дейді. Сол үшін құрметті бауырлар, міне көп жастар отырсыздар. Жастық шақтың қадірін білу керек. Бұл уақыт ешқашан қайтып келмейді. Бұл уақыт ешқашан қайтып келмейді. Қазір жассыз, бойда қайрат бар, ақыл ес дұрыс. Аллаға шүкір. Не деді Мағжан атамыз? Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты деп сипаттады, я? Міне, сондықтан құрметті бауырлар, жастар әсіресе уақыттың қадірін білейік. Жастық шақты жақсы өткізсеңіз, ол тікелей ана өміріңізге дұрыс баратын жол екен. Неге? Өйткені пайғамбарымыз не деп тұр? Адам баласы жастық шағынан қатты сұралады деді. Ол жерде Алла тағала андай-мұндай сылтау үзірлерді қабылдамайды. Алла тағала айтады, мен саған денсаулық бердім дейді. Бәрін бердім дейді. Ауырмайсың ол кезде, уақыт бар. Не істедің сол уақытты дейді. Ол кезде киноға бардым, доп ойнадым, достарыммен жүрдім, интернет шұқыладым, Фейсбукта 3 сағат отырдым, ТикТокта 4 сағат отырдым, Инстаграмда 5 сағат отырдым десеңіз, Алладан алдында жақсылық таппайсыз. Сондықтан құрметті жамағат, бауырлар, міне адам баласының ең қатты сұралатын уақыты жастық шағы екен. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? 7 адамды Алла тағала
қиямет қайымда өзінің панасына, аршының көлеңкесіне алады деген хадис бар. Яғни азап көрмейді ол адамдар. Соның бірі кім деді? Жетеуінде айтпай қояйын. Соның бірі жастайынан нәпсісін тыйып, өзін тура жолда ұстай білген адамды Алла тағала қияметте азаптамайды екен. Өйткені нәпсі деген нәрсе адамның бойында бар. Нағыз қызық көретін, нағыз жаңағы бұзып шайқайтын кез, сондай бойда қанның айналып тұрған кезі, күштің тасып тұрған кезі, ол нәпсінің де жұмыс істеп кететін кез. Сол үшін жастық шақ ең бірінші жаңағы жастық шақты құлшылықпен, ізгілікпен өткізген пендесін Алла тағала қияметте сұрақсыз өткізеді екен. Өйткені оның жастық шағы иманмен, ізгілікпен, тақуалықпен өтті. Құрметті жамағат, иманмен, ізгілікпен, тақуалықпен өтті. Өйткені жастық шақта адамның нәпсісі күшті болады. Қартайғанда басылып қалады ол. Көрерін көрді, жасарын жасады, асарын асады, дүниеге де қызықпайды, қыдыруға да қызықпайды, шахуат әйел қызға да қызықпайды. Болды, төрінен көрі жақын деп, сол немерелерін қарап сөйтіп, көбірек тәуба жағына көңіл бөліп, руханият жағына көңіл бөліп жүреді ондай кісілер. Ал жас адасуда қиын кездер осы жастық шақ екен. Сол үшін құрметті жамағат, міне Аллаға шүкір, мешітке бүгін келдіңіз ба? Бірақ қадырбай боқамаңыз, оразбай боқамаңыз. Қадырбай деген кім? Қадыр түнде ғана келетін адам болды. Одан кейін бір жылдан кейін мешітке келеді. Олар қадырбай дейді. Олай болмау керек. Келдіңіз ба? Аллаға шүкір. Кеп тұрыңыз, мешітке кеп тұрыңыз. Намаз оқып 5 уақытқа бірден келмесеңіз де ақырын мұсылман болу әсте дейді. Жаймен үйреніңіз, жаттаңыз, ортаңызды өзгертіңіз. Өміріңізге нақты қараңыз. Бұл не үшін келді мен өмірге? Абай атамыз не дейді? Жақсы бір сөз бар ғой. Адам өзіне мына нәрсені сұрақтарды қою керек деп, соған жауап таппайынша ол дұрыс жол таппайды деген ұғымды айтады. Бірінші, қайдан келдім, не үшін келдім, және қайда барам деген сұрақты адам ойландыру керек екен. Біз қайдан келдік? Алла тағала бізді бір тамшы судан жаратып, әкеміздің белінен шығарып, анамыздың құрсағынан дүниеге алып келді, бала қылдырды, өсірді, ер қылды, әйел қылды, бұнандай бір өмір берді. Не үшін келдім деген сұрақты қою керек. Адам болып келгеннен кейін адам болып өту үшін келдіңіз. Міне, қайда барам деген нәрсе сұрақтарды адамды не істеу керек екен, құрметті жамағат? Осы нәрселер мазалау керек екен. Сондықтан міне жастық шақты иманмен, ізгілікпен, біліммен өткізу керек. Ізденіспен өткізу керек. Жас адам аш болу керек. Қазір бір жастар бар, еш нәрсеге қызықпайды, таңғаласын. Еш нәрсеге қызықпайды. Жігер, қайрат жоқ. Орысша айтқанда желание жоқ еш нәрсеге. Аш болу керек жас адам аш болу керек. Мұнан білсем ғой, мұнан танысам ғой, мұнаны тапсам ғой, мұнаны үйренсем ғой, мұнаны жаттасам ғой деген аш болу керек. Жас адам сондай аш қасқыр сияқты болу керек. Құрметті жамағат. Мысалы мен қазір 40-тамын, бірақ сол 20 жас кездегілерімді қатты сағынам. Көрдіңіз ба? 20 жасымда мен бір отырғанда 3-4 бет Құранды жаттайтынмын. Кәдімгі отырып, 1 сағатта, 1,5 сағатта 3 бет, 4 бет Құранды жаттап, ұстазға тапсырып кете беретін.
қандай сол кездегі память, қандай шаршамайтын зейін, қабілет болды да. Сол университетте оқып жүргенде 400-500 беттік кітаптардан емтихан тапсыратынбыз. Сол 20-22 жастарымызда. Соны жаттап алатынбыз мынандай кітапты. Бірақ қазір оны мен істей алмаймын. Қазір ол нәрсе, ол қабілет, ол энергияны Алла маған бермейді қазір. Ол кезде Алла тағала күнде энергия береді адам баласына. Күнде таңертең Алла тағала адам баласына энергия береді. Күш қайрат береді. Қандай да міне 20 жастағы сол кездерді мен мысалы қатты аңсаймын. Футбол ойнағанда, жүгіргенде де 4-5 сағаттап шаршамай жүгіре беретінбіз. Ойынның қызығына түсіп, спорттың. Қазір білмеймін, 5-10 минуттан кейін болды, біз демаламыз. Ол энергия жоқ, көрдіңіз ба? Күнде Алла тағала энергия береді адам баласына. Анау хадистерде бар ғой, ерте тұрыңдар, ерте тұрған адамның рызығы артады дегеннің бәрі ол негізі бұлай психологиялық тілмен айтқанда ол сізге Алла тағала оянсаңыз ақша әкеп тұрмайды қасыңызға. Сізге Алла тағала энергия салады. Көрдіңіз ба? Түнде дұрыс ұйықтасаңыз, бүткіл жаңағы нелеріңіздің бәрі дұрыс жұмыс істеп, таңертең сізде энергия болады. Сол неге Алла тағала жастық шақтан көп сұраймын деп тұр? Өйткені жастық шаққа көп энергия беріп тұр Алла тағала. Көрдіңіз ба? Мына біз 40-тан асқан мына ағалар бар, 50-ден асқан адамдарға енді бұлай интернеттің тілімен айтсақ 1-2 гигабайт энергия берсе, жастарға 10-20 гигабайт энергия береді Алла тағала. Түсінікті болу үшін. Міне сол үшін сұраласыздар. Көбірек берді Алла, көбірек сұрайды, ойламаңыздар. Сол үшін қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла тағала не деді? Яума тусалуна анин наим. Сондай бір күн болады, Алла бергеннің бәрінен жіктеп тұрып сұрайды деді. Сол үшін құрметті жамағат, міне Алла тағала жас кезде энергия береді, күш қайрат береді. Соны нәпсіге жұмсап алмаңыздар. Қызға қарау, анаған ырбыңдау, мынаған ырбыңдау, құр бос өткізу, көшеде бос жүру, жаңағы біреумен қалжыңдасып, ұрысып, соғысып, өтірік бір арзан күлкілерді көріп, қазір интернетте арзан күлкілер түсіреді. Анаған қарап, күлгің де келмейді. Бір жаңағы пранк деген нәрсе шығарып алған. Пранк деген нәрсе негізі ол өтірік. Өтірік құрастыру, өтірік бір нәрсе ойластыру, өтірікпен жасалған бір сценарий ол. Оның бәрі бос нәрсе. Оданша кітап оқыңыз. Кітап оқу керек. Көрдіңіз бе? Алла тағала кітаппен ант еткен. Алла тағаланың ант еткен нәрселерінде сөзсіз бір пайдалар бар. Алла тағала жазумен ант еткен. Көрдіңіз бе? Жазумен ант еткен. Сол үшін кітап оқыңыз. Әртүрлі кітап оқыңыз. Өзіңізді дамытатын кітап оқыңыз. Ата-бабаңыздың тарихын оқыңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын оқыңыз. Міне, кітапқа жақын болу керек. Кітап оқыған адамда мәдениет қалыптасады. Кітап оқыған адамда санасы ұлғаяды. Көрдіңіз ба? Кругозоры кеңейеді. Ал күнде ана қара телефонға қарай берген ол болмайды. Алла сақтасын. Сол үшін бір кітапты бастап, аяғына дейін бітіріп, осындай жастық шақтың несін, берекесін, жақсылығын біліңіздер. Біздің мынау алаш зиялыларымыз жап-жас жігіттер болған негіз. Жап-жас жігіттер болған. 21 нәрсе жастарында ғылыми деңгейлер жоғары болған. Ленин, Сталиндермен тең дәрежеде пікір таластыра алған. Мемлекеттің мүддесін қорғай алған. 20 мен 30 жастағы жігіттер сонда. Жап-жас. Ал қазірші кейбір жігіттерге қарасаң
жасы деген 25-ке келген, бірақ бір 17-дегі баланың санасындай болатын жігіттер бар. Сондықтан міне жігіт адам жігітше болу керек, мінезді болу керек. Мінезді бол деген сөз шатақ бол деген сөз емес. Қайсарлы болу керек, шешім шығара алатын болу керек. Өз бір нәрсені бастап, өз аяқталатын сипат болу керек бойында. Ертең мына отырған бәріңіз жастар, әке боласыздар. Ұлың болады, қызың болады, қалай тәрбиелейсің? Өмір көрмесең, қиындық көрмесең, жұмыс істеп көрмесең, кітап оқымасаң, білім алмасаң, ұстаз көрмесең, орта көрмесең, қалай сен әке боласың? Ертең ол қызыңа ие бола алмай қаласың. Өйткені сен өзіңде жоқ еш нәрсе. Ана Құдай тағаланың берген энергиясын жатумен, ұйықтаумен, телефон қараумен өткізіп тастағансыз ана 7 жыл, 8 жыл, 10 жылдарды. Ертең сіз дайын болмайсыз. Кәсіп жасауға қабілетіңіз төмен болады, отбасын ұстауға қабілетіңіз төмен болады. Одан кейін әйеліңіз разы болмайды, балаларыңыз тыңдамайды. Ары қарай бақытсыз өмір басталады. Алла сақтасын. Сол үшін міне, құрметті жастар, қазірден бастап ойлану керек. Мен болашақ әкемін, болашақ елдің бір қызметінде жарауым керек деп өзіңіздің мақсатыңыз бол керек. Бойыңызда жігеріңіз бол керек, біліміңіз бол керек. Жауапкершіліктен қашпау керек сосын. Қорықпау керек. Бұрын біз о студент болып жүрген кезде бізге айтты, старосты боласыңдар деді. Сонда біз қашқақтадық. Өзіміздің сабағымыз бар, старосты болғаннан кейін ұйымдастыру керек, бәрін қарау керек дегенде үлкен бір ұстазымыз айтты, ей, оқу басқа, тоқу басқа, осы старосты болуларың деді, сендерді өмірге не істейді деді, шыңдайды деді, қабілеттеріңді арттырады. Шынымен солай болды. Аллаға шүкір, сол топ басқарып, 5 баланы басқарып, 10 баланы басқарып, одан кейін 60 баланы басқарып, одан кейін 350 баланы басқарып, қабілет жинап, әртүрлі баламен жұмыс істеп, біреуден бір нәрсе үйреніп, адам өмірге сөйтіп пісу керек екен. Жауапкершіліктен жастық шақта қашпау керек екен, құрметті жамағат. Міне, мешітімізге жастар келіп отқаннан кейін айтып отқан нәрсеміз, Алла иншалла тура жол баршамызға нәсіп етсін. Құрметті жамағат, міне түнгі намазға жақындадық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ва инна", түнгі намаз жайлы, ақиқатында түнгі намаз ол салих, тақуа адамдардың әдеті дейді. Кім өзін мен Құдайға бір жақынмын деп өзін санағысы келсе, ол түнде намаз оқысын дейді. Осындай мағынада бұл. Түнгі намаз, қазір міне тахажжуд оқимыз. Өйткені түнгі намаз ол бұл қадір түнде ғана емес, жалпы түнгі намаз бүткіл намаздан сауабы жоғары. Өйткені адамдар ол кезде ұйықтап жатады. 3 арсыз бар дейді, тамақ арсыз, ұйқы арсыз, күлкі арсыз дейді. Көп адам ұйықтап жатады. Түнгі намазда адамдар риядан алыс болады. Және де көңілі тыныш болады. Пенде мен Алланың арасында байланыс болады. Еш нәрсе кедергі болмайды. Міне сол үшін бұл ізгіліктің, тақуалықтың белгісі. Ва қурбатун илалла, түнгі намаз Аллаға жақындатуда ең жақсы намаз дейді. Ва мунхатун анил исм, түнгі намаз оққан адам күндіз күнәдан алыс жүреді дейді. Түнгі намазы оны күндізгі күнәдан тыяды екен. Түнгі намаз оны күндізгі күнәдан тыяды. Ва такфирун лиссайиат, және де бұрынғы өткен күнәларына түнгі намазы кешірім өшіруші ретінде жазылады дейді. Ва мутридатун лиддаи анил жасад дейді. Және де түнгі намаз адам баласының денсаулығына шипа болады дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям.
Сондықтан міне құрметті жамағат, түнгі намазымызды өзімізге әдет етейік. Қазір қалай оқылатындығын иншалла қариларымыз оқиды, ұстаздарымыз түнгі намаз өтейік. Алла берса 3-ке дейін құлшылық жалғасады. 3-тен кейін әркім өзінің үйіне, шаңырағына барып сәресіге ниет етесіздер. Таң намазға қалам десеңіздер өз еркілеріңізде. Алла тағала дұға тілек ниеттеріңізде иншалла қабыл етсін. Амин. Аллахумма a'inna ala zikrik ва шукрика ва хусни ибадатик би рахматика архамар рахимин. Амин. Аллахумма